Саламатсыздар. Бүгін түсте кемпір не әйел заты түске енсе деген тақырыпты айтамыз. Әйел түсте әдемі сұлу болып кірсе, қуанышқа көрінеді. Бір нәрсеге сүйіншелеп қатты қуанасыз. Қарапайым үй шаруасында жүрген әйел түске енсе, қиналып жүрген жайсыздықтан құтыласыз. Анық көзімен қарап тұрған әйел затын көрсеңіз, онда ол сізге дұшпандық көзбен қарап тұрғандығын көрсетеді. Әсіресе көп әйелдерді көру дұшпан, ал оларды ұрсу, қуалау көптен бергі жаныңды жай тапқызбай жүрген қиындықтан құтыласыз. Әсіресе балаңыз болмаса балаңыз болады, үйіңіз болмаса үйіңіз болады. Қиындықта жүрсеңіз шығасыз, ауру болсаңыз жазыласыз. Түрі көзі анық әйелді көрсеңіз, сыртыңыздан тілдеп, көздеп, сиқырлап отырған адамнан тез арада құтылу, өзіңнен аулақ ұстау, жақсылыққа апармайды дегенді білдіреді. Өзіңізге таныс кемпір түсіңізге кірсе, болашағыңды сол адамның тағдырына ұқсайды. Егер ол кісінің тағдыры жақсы болса, онда сіздің де тағдырыңыз жақсы екендігін біліп қуануыңызға болады. Ал ол кісінің тағдыры нашар болса, онда бұл тек қана ескерту түсі. Көңіл толмайтын болса, іс-әрекет, ой амалыңызды өзгертіңіз. Кемпір әдемі жасарып кірсе, молшылық, еркіндік, байлыққа көрінеді. Жалпы кемпірдің жылға да қатысы бар екендігін көрсетеді. Бұрыннан бері қиналып жүрсеңіз, енді алдыңғы жыл сізге бар жақсылықты алып келеді. Әйел не кемпір көлікте, арбада келіп не жүріп бара жатса, онда өмірде пысықтық таныттыңыз. Қорқып, кешігіп қалмаңыз. Қажетіңізге жету өз қолыңызда дегенді білдіреді.